так и так женская энергия туралы айтып жатыр. Женская энергия в общем тамақтан басталынады, ұйқыдан басталынады. Ол бір айдалада біткен басқа бір нәрседен сверхъестественный зат жоқ. Маткамен дышать ету деп қазір неше түрлісін жатсаң ғой. Блин, ондай фигнямен страдать етіп там не керек емес же. Энергияны живой нәрседен аламыз. Бізге живой организмге живой тамақ керек. Живой тамақ деп тұрғанымыз не? Бұл естественно овощи, естественно фрукты, да? То, что тірі бұзылмаған, пісірілмеген, қуырылмаған, бірдеңенің ішіне бірдеңе тығылмаған тап-таза өнім тірі организмге керек. Біз өлі зат емеспіз, иә? Біз өмір сүруіміз керек. Бізге тірі заттар керек, яғни тірілей жеген бойынша пайдалырақ. Также екінші өте көп, бұл мен қазір тән жағын айтып жатырмын. Катушаға қашамыз, сол жақта істейтін әрекеттерді айтамын. Қыздың энергиясын көтеретін 33 әрекет деген гайд бар, оны да жіберіп қоярмыз сіздерге. Мәселе шаблонны тұрғыда емес, бұл жерде женская энергия бір күнде бүйтіп ашып кетпейді. Ол регулярно жұмыс, ол стабильность, ол бір күнде бүйтіп барлығымызда бар ол энергия, біздің натурамызда бар ол. Просто біреуміз оны байқамаймыз, біреуміз көргіміз келмейді, немесе менде жоқ деп ойлаймыз. Сол үшін де просто бар нәрсені көріңіздер. Стабильно, регулярно түрде жасалыну керек зат бұл ұйқы мен тамақ. Осы екеуін ретке келтірсеңіздер, энергия өздігінен артады, адамдар сіздер өздігінен тартыла бастайды. Сіздерде ресурс өте көп болады, сіздерде адамдарға ашылуға бір желание пайда болады, сізде уақыт пайда болады, сізде сөйлесуге бір ресурс пайда болады, понимаете? Мысалы, кеғанда вообще сөйлесуге бір шамасы келмейді ғой. Кім көш сөйлемеш, шаршаптым, бүйттім, өліп жатыр, бітіп жатыр депші. Потому что ресурс жолда сөйлесетін. А вот ресурс біз ұйқымен тамақтан аламыз. Живой организмге живой тамақ керек, плюс живая вода дейміз, орысша айтқан кезде. Тірі су. Енді вопрос туындауы мүмкін. Тірі суды қайдан аламын? Мен біз ішіп жатқан су енді өлі су емес қой, негізі су ғой кәдімгі. Но бұл суда біреуміз енді краннан алатын шығармыз, хоть фильтрленген су ішейік. Но біз бұлақтан ішпейміз ғой, біз родниктан барып су ішпейміз. Бұлақтың суының өзіндік бөлек энергиясы бар. Бұны енді судың энергиясымен қатысып жүргендер, өзеннің, көлдің қасында тұратын жандар болса араларымызда, не дейді? Менде бар екен қазір дейді. Бар, естественно, барлығымызда бар ше. Осындай бір родниктар жоқ та айналамызда, сондықтан біз таза суды ішіп жатқан жоқпыз. Яғни судың өзінде хлор, қандай да бір нәрсе қосылып тазартудан бір өңделген бір суды ішіп жатырық та. Либо таза бір құдықтан шығарып алып ішіп жатқан жоқпыз. Әсіресе қалада тұратын адамдар. Бұрын мысалы ауылда тұрған кезде, біз реально құдықтың суын ішеміз, реально ол тап-таза болатын. Немесе мен бұлақтың суларын көргенмін, әсіресе қасиетті жерлердегі бұлақтарда, кәдімгідей судың бөлек энергиясы бар. Ол суды сезініп ішу бір бөлек, жай ғана қоғылдатып іше салу, ол бөлек әңгіме. Ол ішудің де өзіндік бір жөні бар ше судың да. Мынандай тема, суды тірілтуге болады. Живая етуге болады, живая вода қалай жасаймыз? Естественно, живой затты саламыз. Бұл дегеніміз қандай да бір фрукты, мысалы огурцыды тура бір долькасын салып қойсаңыз, 20-30 минут сол судың ішінде тұрса, оның бір нелері бөлінеді ғой сол суға. Екеуі бір-бірімен әрекеттеседі деген сияқты химически. И болды, вуаля, су живая болады. В основном мен бұны лимонмен қолданамын, себебі өте жақсы өтеді. Лимон еще освежать етеді судың өзін, и организмнің өзін чистка жасайды. Вот это реально дұрыс су болады. Немесе тіпті мен сатып алған фильтрованный сулардың өзі баклажкадағы, соншалықты таза емес екенін байқадым. Соншалықты олардан ондай бір энергия жоқ, бір жасанды бір суды ішіп жатқан сияқты ощущение болады менде. Сондай тема. Бұл енді сумен тамаққа қатысты. Енді бізде телодан бөлек қазір мен айтайыншы, бояну, киім деген нәрсе. Бұл да женская энергияны көтеретін біздің үлкен ресурсымыз. Яғни біз даже қыздарың өздеріңіз байқайтын шығарсыз, мысалы укладка жасасақ, біз өш басқаша боламыз, шашымызға бір нәрсе істесек, немесе боянсақ, уход жасасақ, біз
өзімізді күшті сезінеміз. Либо ванна қабылдасақ, моншаға барсақ, спа, массаж, тәнге болатын уходтың барлығы энергияны, именно женский энергияны ашады. Вот в этом случае мен осы нәрсені айтқым келеді. Именно уход деген заттан ақшаларымызды аяп қажет емес. Тәннің сұлулығы бұл 18-20 жасқа дейін тұратын шығар өзінің табиғи қалпында. Болды, одан кейін ол күтімді қажет етеді. Айтады ғой, нет некрасивых женщин, только нефинансированный деп айтады ғой. Яғни ақшасы жоқ адамдар болады. Но ақшаның өзінің энергиясы да сіздің тәніңізге келеді. Ақшаның энергиясы осылай жұмыс жасайды. Яғни тәннің қажеттілігіне біз не істейміз? Ақша табамыз, сол үшін жұмыс жасаймыз, сол үшін жүреміз да. Болды. Яғни сверхъестественно тоже нәрсе жоқ. Осы тәнге біз көбірек салуымыз керек ресурсты, киім болсын, жаңағы тамақ болсын, уход болсын, барлығы тәннің қажеттілігі. И біз каким-то образом бәлкім біріміз киімге аямаймыз, немесе тамаққа аямауымыз мүмкін, уходқа кейін аяп қаламыз. Уход деген нәрсе ұзақ уақыттық зат қой, бір алған заттарымыз. Ол тек қана биттің күтімі емес, полностью мен тәнді айтып жатырмын. Бұл уход тренировкада, бұл уход би, бұл уход бір әрекет жасау, бұл уход деген зат бір жыбырлауда енді. Әйтеуір процесстерді жасау, просто так бүйтіп отыру емес. В этом весь суть негізі. Так, мен су ұнайды. Да, вот сондай нәрсені жасауға болады. И екінші бір тема бар да бұл жерде. Мына қалай жасасам, судың дауысын өшек күшті алатын болдым. Так, былай жасайық. Екінші бір судан, уходтан бөлек бізде спа деген нәрсе бар, массаж деген нәрсе бар. Не только біз миымызды медитациямен, басқасымен тыныштандырсақ та, тәнге расслабление беру керек. Әсіресе бұл негізі секс деген зат, вот женская энергияны көтеру үшін берілген зат, бұл вообще энергия үшін берілген зат, расслабление үшін, телода зажимдарды, блоктарды шешу үшін берілген, табиғаттың беріп қойған бір күшті механизмі үшін негізі. Но енді бірімізде жоқ болуы мүмкін, біріміз білмеймін 17-18 жасар болуымыз мүмкін. Шыны керек, бұл ақпаратты маған айтатын менің 17-18 жасымда адам болған жоқ. Мен 21 жасымда ғана бұндай нәрселер вообще керек екенін түсіндім деген сияқты. И реально тәнге расслабление беретін. Данный момент бізде екінші секстан бөлек бір альтернатив зат, бұл баня, бұл спа, бұл массаж, бұл релакс. Осы дүние, егер осы нәрсе болмаса, біз расслабляться етпесек, бір бүгінгі эфир бір естіртпейтін, бір сөйлетпейтін, бір жыбыр сондай эфир болды ғой. Ол, наверное, солай болу керек болған шығар. Қазір мен бір ыңғайланып отырмайыншы, арқамды түріп. И сондай бір этапта, и осы нәрсені беретін болсаңыздар, именно расслабление беретін болсақ, онда тән өзінің механизмде жұмыс жасай береді, и ол ауырмайды. Біз ойлаймыз ғой, баняға бару, спа, массаж дегендер ақша ғой деп бармаймыз ғой. Но массаждың өзі 5.000 теңге, 10.000 теңге дейді. Біткен аспан әлем ақша емес та ол нәрсе. Біз ол нәрсеге бармаймыз, но кейін ауырғанда біз одан да 2 есе, 3 есе, 10 есе бағаға не аламыз? Дәрі аламыз. Больницаға барып қараламыз, жүреміз, алысамыз, женскиймен ауырамыз. Біреулеріңіз менструацияларыңыз дұрыс келмейтін шығар. Немесе ауыратынша даже менструация кезінде болезньмен жататын қыздарды көрдім. Мен вообще ондай нәрсені сезініп көрмеген, мен болезньмен бір суық тегіз бір ауырғаным бар, но одан кейін в принципе ондай нәрсе болған емес. Вот оның барлығы расслабление бермегеннен кейін. Біз қанша өзіміз чистка жасасақ та, басқа нәрсе жасасақ та, но тәннің барлық нәрсені есіне сақтайды. Бізді бір бала кезіміз ұрып соқса, оны сақтайды. Біз біреумен ренжістік па, ол обидны тән сақтайды. Даже біздің миымыз ұмытып қалуы мүмкін. Мысалы, реально, менің миым вообще сақтамайды біреуге бір обидаларды. Ұмытып қалады сол кезде. Но мына тән ұмытпайды ол.
сол адамды көрген кезде ол раздражение беру мүмкін, бір эмоцияны бірдеңені береді ше. Бірақ мен миымда ұмытып қаламын, неге ренжідім, неге мұндай нәрсе болып тұр деген сияқты. Но тән осылай сақтап кейін лақтырады да оны бізге. Вот энергияны ашатын зат, жаңа айтқанда, бұл баня, бұл массаж, бұл расслабление беретін заттар. Осы нәрселерді алу керекпіз. Осы нәрселер арқылы біз дальше жылжитын боламыз. Тәннің тағы да бір жаңағы уход, макияж, шаш, маникюр, педикюр енді в принципе енді обязательно деп айта алмаймын, но енді мүмкіндік болса, да, это тоже классно, тоже уход, да, өз-өзіңе қарау, өз-өзіңе жасау. Маникюр, педикюр деген бұл алып тек қана там гелевый покрытие жасау емес, бұл жай ғана тырнаққа күтім көрсету, иә. Әйел адамның қолының өзі өте көп нәрсені айтып жатады. Мойнының өзі өте көп ақпаратты беріп тұрады. Ал оған ақша болмаса ше дейді. Ақша болмаса да бізде баня дейтін тема бар ғой. Любой адамның үйінде баня бар. Немесе баня жоқ болса, білмеймін, 1000 теңге шығару, 2000 теңге шығару, енді тоже аспан ақша емес ше. Мүмкін емес деген нәрсе емес қой. Спаға бара алмасаң, даже массажды өзің жасасаң болады. Прямо енді мүмкін емес болса, немесе қасында құрбың бар, сіңлің болуы мүмкін, білмеймін, ағаң бар шығар. Мысалы мен мектеп кезінде әкеме жасататын массаж. Маған именно ер адамның жасайтын қолыма сол өте қатты ұнайтын, именно жасататын әкеме, ағама массаж жасататын. Но енді божулер үшін бұл тағы да ұят, но біздің отбасы үшін ол норма болған. Яғни бала кезден біз массажды алып жүрміз. Именно массаж головы деген нәрселермен өте көп алатынмын. Себебі мида өте көп напряжение, сабақ, жаңа бір нәрсе ойлау, бір ұйымдастыру, істеу деген нәрсе көп болғандықтан миымды бір загружать ететінмін. Істеу үшін, істеймін деген адамда ақша болмайды, анау жоқ, мынау жоқ деген сылтау болмайды ондай әңгімеге. Уақытым жоқ, болмайды, қарай алмайтын, көрмейді, істемейді. Істейтін адам істейді, істемейтін адам 1045 сылтау табады. Это факт. Вот. Мен айтып жатқан жоқпын, барлығымыз бәріміз спаға барамыз, бәрің андай алдында ең қымбат нәрсені істеңдер. Жоқ, бұл ақшаға қатысты әңгіме емес. Бұл қазіргі бар ресурсымен не жасай аласың тәнің үшін. Сол нәрсені беру. Үшінші, бұл расслаблениялардан бөлек үшінші зат бұл киім. Женственный болу үшін, нәзіктікті ашу үшін қанша білмеймін, сексистер, феминистер бәрі қарсы шығады ғой. Бәрібір бұл көйлек, әйелдің табиғатында бұл юбка. Ол нәрсені біздің жаратылысымызда берген. Біз шынымен де юбка киіп, каблук кисеңіз, өзіңізді қалай сезінесіз байқасаңыз болады. Немесе спортивка киіп, кроссовка киетін болсаңыз, уже мүлдем екеуінің арасында бір колоссальный разница бар екенін любой қыз сезінеді деп ойлаймын. Мысалы мен түсінемін өзім. Бүгін мен юбка киіп жатырсам, каблук киіп жатырсам, либо туфли кисем әдемі, міндетті түрде тақал емес. Мен уже кішкене бір жеңіл, легкость, уже мен етегім бар, я понимаю, дала ветер болса, мен етегім ұшып кетуі мүмкін деген сияқты, сен уже бір өзіңді басқаша, бір жай қимылдайсың, жай, мысалы, каблук кигенде сен жүгіріп жүрмейсің ғой, секеңдеп жүрмейсің да, сен кәдімгі бір байыппен, бір ритммен жүресің да, өзіңнің бір, әр адамның өзінің ритмі бар, сол ритммен жүресің, и оның өзі привлекать етеді, оның өзі да, ол басында мүлдем жүрмеген адам болса, ол тартымсыз көрінуі мүмкін, ол бір жабайы, жаман, сүйкімсіз сондай көрінуі мүмкін. Адам бір күнде бір нәрсені жасап үйреніп кетпейді ғой. Жаймен жасалынып, сол каблук киюдің өзі де күшті болады. Жүрісі де оның әдемі болады. Бұл нәзіктілікті, бұл тартымдылықты алып тұрады. Ол әйел уже вниманияны аударып тұрады. Ол қыз деген тақылдап каблук киіп жүрген қыз негізі по-любому любой адамның вниманиесін аударады. Эффектін жүретін болса, бүйтіп бүкірейіп жүретін емес, естественно, денеңді, осанкаңды өте жақсы ұстап, и напряжениемен емес, уже аяқты бос жіберіп жүретін болса, уже әдемі элегантны көрінеді былай айтқан кезде. Женственность деген нәрсе бізде тоже айтады ғой, тоже көп темаларда бар. Жоқ, қыздар спортивка киіп жүре берсін. Мен қарсы емеспін, да, можно спортивка киіп жүр. Но енді бұл өмір сүру стилінде бірде бір көйлегі жоқ, бірде бір юбкасы жоқ болуы, вот это уже звонок.
неге? Себебі бұл женская энергияның уже аздығын көрсетеді және мужской началоға қатты акцент қойып жібергенін білдіреді. Именно мужской началода қалай? Мужской началода өте көп акцентті неге береді? Қаттылыққа, жестокость, бұл ақша табу, бұл серьезный болу, бұл талап ету. Женская энергия осыда, да? Мысалы, ер азаматтарда қалай біз мужественность дейміз ғой. Вот кей қыздарда осы нәрсе өте көбірек, және болды, мен бүйтемін, сөйтемін, осындаймын. Переключение, женская энергия переключение жасай алмайды, ол сол образбен жүреді. Да, біздің өмірімізде қаттылық керек, да, бізде мужественность болу керек. Я это не отрицаю, уже біздің натурымызда бар, да. Но это не настолько қатты, еркектен не қатты қыздар болады, бүйтіп қарасаң кәдімгі деп тұрады ше. Ананың қасына екінші еркек келе алмады, потому что онда ментальный не деп айтады, ментальный член бар деп айтады жұмса еркектер, немесе стальные яйца деп айтып жатады. Потому что ол қыздың қасында еркек өзінің неге керек екенін түсінбейді, оны қорғаудың қажеті жоқ, ол өзіне өзі тұрып бере алады, өз проблемасын өзі шешіп тастайды. Оған бір сыйлық жасаудың бірдеңе істеудің қажеті жоқ, ол өзіңді бір ұратын сияқты болып тұрады да. Расымен де ондай әйелдің қасында женская энергия туралы әңгіме болуы мүмкін емес. Так, мен юбка кисем, өзімді қатты жайсыз, көйлек кисем, ол норм, ол кезде жақсы сезінемін, мықты сезінемін. Я өзімді юбка каблукпен қазір күн жылынғаннан күтіп жүрмін, көйлек кием. Оралда қыс әлі бітпей жатыр, солға Оралда дейді. Но енді қысқы көйлек, юбка дейтін нәрсе бар ғой. Қазір прям суық емес қой, 40 градус. Андай бір челлендж жасап алсаңыздар болады. Бір күн осындай болып киінем, екінші күн андай болып киінем, үшінші күн мынандай деген сияқты. Образдарды бізде, рольдерді переключение жоқ. Біз бәріміз бір рөлді киіп алғанбыз, осы рольмен жүреміз да. Мысалы, мен сіздердің алдарыңызда больше қазір эксперт роліндемін, я. И в какой-то мере бір женская рольді ойнап отырмын. Но мен әкемнің алдында, немесе отбасымның алдында мен вообще экспертті қоспаймын. Ол роль вообще жоқ. Мен олардың алдында баламын. Рөлге переключение. Немесе мен қазір қасымда жігіт отырса, мен бүйтіп саңқылдап деп ақыл айтып ештетпеймін олардың қасында. Ол кезде мен уже на автомате қыздың рөлін ойнаймын, партнершаның рөлін ойнаймын. Ол кезде уже басқа әңгіме кетеді, басқаша тон кетеді дауыстың өзінде. Немесе киім кию стилінің өзінде басқаша темп жүреді. Вот, переключение, яғни бір нәрседен екінші нәрсеге ауыса алуды игеру қажетсіздер. Сол кезде сіздерде болады да, яғни өмірдің бір қиын кезеңде, маған мына кезде қатаю керек болды, мен мынаны істеймін деген нәрсені жасайсың да. Ал басқа уақытта сен басқа нәрсені жасайсың. Мысалы, қазір жігіттің алдында тұрып, мен бүйтемін, мен сөйтемін деп тұрмайсың, сен оның алдында уже қыздың рөлін ойнайсың, әйелдің рөлін ойнайсың да. Уже бір нәзіктілік болады, уже ананы апара салшы, бүйтіп берші, мен өзім істей алмаймын. Это женская энергияны көтеретін зат. Бұл қарапайым, тағы бір нәрсені айтайын, бұл әйелдерді мақтау, комплимент айту. Өзіңе ғана емес, өзге де айналаңдағы әйелдерді мақтау. Әдемі болып тұрсың, өтірік мақтау емес, жағымпаздан емес, вот честно, не көріп тұрсыз. Бәлкім күшті көйлек киіп алғанша, немесе күшті боянып алған, шаш әдемі болып тұр, сырғасы әдемі, білмеймін, көзі мұрны бір жер әдемі болып тұр. Реально соны айту, көбірек комплимент айту. Даже сыртта бейтаныс тұрған адамға да, адамдар болмаса, вот реально комплиментті айта алу, бұл женская энергияны көтереді. Бұл бір жағынан ғой, басқа әйелдерді мойындау, оларға махаббатпен қарау, қызғанышпен емес, көре алмаушылықпен емес, именно махаббатпен қарау, сүйсіну, қызығу, восхищение дейді орысша айтқан кезде. Вот восхищаться ету аналарға қарап. Вот это реально энергияны көбейтеді, женская энергияны. Женская энергияны бұзатын зат зависть болды, көре алмаушылық. Ана қыз бүйтіп алған, ана қыз мынандай жігіті бар, ана бүйтіп киініп алған деген зат болса болды, женская энергияңыз ағып кетті. Көбейтетін зат комплимент айту. Одан кейінгі тағы да женская энергияны көбейтетін зат бұл благодарность айту. Яғни рахмет айта алу. Үшінші, көмек сұрай алу. Бұл ер адам болсын, мейлі әйел адам болсын, шынымен өзің справляться ете алмай тұрсаң, көмек сұрай алу. Немесе мен справляться етіп тұрсам да, мысалы қасымда жігіт кетса, мен барлық сол мойнын артсам, ол ауыр зат болсын, ол басқа болсын. Сен істей салшы, давай мынаны бүйтші, сен сөйтші, мен
енді бала кезімнен бұл нәрсеге үйренгем да. Себебі мен мектепте ер балалармен өте көп оқыдым. Ер балалар істейтін сумкамды сатып қоямын, туфлимді ұсташы, арқалашы, көтерші, шашадым, үйттім, бүйттім. Вечно операция деп үйренгем, яғни тек қана мен өзім істеймін, я все сама деген нәрсе болды, тоже энергияны құртатын зат. Көмек қабылдай алу. Андай я все сама дейтін әйел өзің всемогущественно сезініп кетеді да. Мен ең күштімін, ең кереметімін, құдайдан да кереметпін деген андай эгоны көтеріп кету болады да. Құдай алатын автомате лақтырады ондай әйелді. Жалпы адамды, не только ол әйелді. Сол үшін я все сама деп бәрін өзіңіз істей бермей, өзіңіздің пенде екеніңізді түсіну. Бұл әйелден бұрын жай ғана пенде екеніңізді, сіздің әлсіз екеніңізді түсіну. Сіз всемогущий, құдіретті Құдай емессіз. Барлық проблеманы төңкеріп тастай алмайсыз, себебі сіз адамсыз. Лучше біз еще адамдардың ортасында өмір сүреміз. Біз бір адам өмір сүрмейтін бір жерде необитаемый островтаймыз. Біз адамдардың арасында өмір сүріп жатыр. Сол үшін не керек бізге? Сөйлесу керек, сұрау керек. Мен білмей тұрмын, маған көмектесші, жасай алмай жатырмын. Вот мен мына проблеманы решать ете алмай жатырмын. Вот мне тут помоги деген сөзді айта алу, қабылдай алу, вот это энергияны көбейтеді. Түсінікті деп ойлаймын, осыдан кейінгі өте күшті көмектесетін зат бұл әйелдерде именно қолмен бір заттарды жасау. Айттым ғой, әйел создать ету үшін жаралғанда, еркек защищать ету үшін жасаған. Әйелдің жасаған затын еркек қорғау керек. Мысалы, отбасын создать етті ма, әйел уютты береді, әйел бір жылулықты, ол үйге бір махаббатты, сондай нәрсені алып келсе, еркекте и так қатты ол бір нәрсені жасап, бір нәрсені создать ете алмайды, ол натурасында. Ол қорғайды. Вот семьясын қорғайды, баласын қорғайды, ол жаңағы, білмеймін, тамақ береді, ол киіндіреді, ол сыртқы нәрселердің бәрін жасайды, ішкі жаңағы создать ететін аура, атмосфераны, энергияны бәрібір әйел жасайды. Қолмен жасайтын заттар көп қой. Мысалы, бізде именно тоқмау жасау бар, тоқма тоқу, сурет салу бар, қолмен тағы құмыра жасайды. Енді әркімде әртүрлі нәрсе бар. Қолмен жасайтын заттың барлығы әйелді көтереді. Бізде в какой-то мере сол үшін әйелдің міндеті ретінде атам заманнан тамақ пісіруді беріп қойған шығар. Енді тамақ пісіріңдер, 3 мезгіл тұрып алып, күнде кухняда тұрыңдар деген сөз емес бұл. Махаббатпен дайындау да бұл жерде. Мен тамақ жасау керекпін деген настроймен емес. Ұнатса, көңіліңіз қаласа, өзіңізге ұнайтын тамақты, ұнайтын затты жасау. Қолмен бір затты жасау өте жақсы энергияны көтереді. Осыдан кейінгі тоже женская энергияны ашатын бұл би. Реально би любой әйелдің энергиясын көтереді. Ол бидің қандай түрі болмасын, хоть білмеймін, брейк данс болса да, ол энергияны ашады. Ол жерде движение бар, ол жерде тер бөлінеді, ол жерде бір тәннің өзінің ощущениясы болады. Әрине ол нәзік би болса, ол вообще супер да, например. Но қандай би болса да, біз телоны ощущать етеміз, біз мышцаларымыз сезе бастаймыз, аяқ қолымыздың бар екенін сезінеміз, и в какой-то мере легкость пайда болады, бұл резко ашып жібереді. Үшінші деп қоямын, бұл уже нешінші екенін не помню, тоже бір қатты көтеретін дүние, энергияны өте қатты ашатын. Бұл не деп айтсақ болады? Ән айту, дауысты ашады. Адамдарға біз бірінші дауыспен көрінеміз ғой. Сөйлеуге проявлениеміз дауыспен, грубый дауыстар болады, немесе қатты бір, немесе құлаққа бір жағымсыз дыбыстар болады. Менің дауысым өте көп сондай бір сын естіген дауыстардың бірі. Жағымсыз деген нәрсені өте көп естейтін, мен грубый деп нәрсені өте көп естейтін. Себебі реально менің жаңа 12, 14, 16 жастарымда переломный моментте мен больше еркектік нем қатты көтеріліп кеткен болды. Мен ол кезде адамдар жаныма жолатпайды, мен управлять ететін, мен барлығымен командовать ететін, менде сондай нәрсе пайда болды. Маған барлық адам опасно, мен басқаруым керек деген позиция болды. И в то время менің дауысым өте қатты өзгеріп кетті. Вот сол сияқты ән айту керек. Ән андайды ашады, связкаларды ашады. Ол хоть үйде айт, хоть караокеде айтыңыз, ұнаған әнді айт, душта
без разницы, но ән айту энергияны өте қатты ашады. Также бұл тоже нәзік, жеңіл әндерді айту, иә. Өзіңіз страдать ететін деген әндер емес, вот реально настроение сыйлайтын әндерді айту. Бұл, в принципе, мына жақта ашады, именно горловая чакра деп айтамыз. Именно мына жақтағы бір әйелдік, қалай айтамыз, энергиядан бұрын бұл дауысты ашады. Бұл біздің уже бар екеніміз, біздің проявлениемізді көрсетеді. Тағы да не айтқым келді. Бұл әрине йога, медитация, мантралар, кез келген өзімізге ұнайтын медитациялар жиі жасау. Бұл уже душевный тараптан осы нәрсені көтереді, бұл уже бізде көрініп тұрады. Еркектер қандай да, ер адамдар тек қана болады ғой, бір әп-әдемі сыртқы внешності күшті қыздар бар, но там нету ничего интересного, бір энергия жоқ. Да, сыртқы видно қызығады, еркектер білмеймін, сексті қалауы мүмкін, но секстен кейін болды, ол қызбен қайтадан байланыс құрмайды, онымен отношения құруға талпынбайды, там скучно, оларға қызық емес, ол жерде ешнәрсе ұстап қалмайды. Неге? Там нету просто энергия, ол жерде девушка не живая дейміз ғой, тірі болмайды. Энергия бар деген сөз, бұл уже тірі болу, бұл бар екенін көрсету, бұл сезіну, бұл даже секспен заниматься етудің өзінде де өте күшті энергия алмасы ғой, и коммуникацияның бір құралы деп айтамыз. Бұл негізі рухани бір тазарудың бір құралы. Бізде просто оны өзіміз ят деп жауып тастағанбыз да. Но в то время біз сол теманың өзіне андай қылып қарамаймыз да. Духовность ретінде қарамаймыз. Секс негізі өте үлкен бір духовностьтің жолы. Ол женская энергияны ашатын нәрсенің жолы. Но даже еркектің өзі бірінші сол нәрсені қалап, сол нәрсе керек болып барған күннің өзінде әйелі ол нәрсені көрмейді. Там просто сен бір кукламен жатып тұрған сияқтысың, бір манекенмен жатып тұрған сияқты ощущение бар. Бұл сөзді мен енді еркек емеспін, мен айтатындай, иә. Мен өте көп ер адамдармен бұндай темалар біз талқылаймыз, бізде орта бар сондай. И сол тараптан естейтін әңгіме да. Там нету реально ничего, там не живая дейді да олар. Тірі емес сен. Просто бір ағашпен жатып шыққан сияқты боласың, и все. Да, она хоть опытная болсын, хоть не болсын, қызық емес, одан кейін сен уже сөйлеспейсің де, араласқанда келмейді, ұстап тұрмайды. Не только женская энергияны прокачать ету, плюс бізге информация алу, білім дейміз, бір интересная личность болуға тырысу керек та. Біз тек киім, сыртқы дүние бәрін іздеп кеткенмен, ішіңізде дым болмаса, яғни бір хоббиіңіз болсын, бір нәрсе қызу, бұл музыка болсын, спорт болсын, бұл коллекция жинау болуы мүмкін, әркім әртүрлі коллекциялар жинайды. Немесе бір елдерді зерттеу, тарихтарын зерттеу, біреу киноман шығар, киноларды зерттеу, бір нәрсеге қызығушылық болу керек ше. Сіз сүйіп жасайтын ісіңіз, ол жұмысыңыздан бөлек бір хобби. И при этом ол нәрсе болатын болса, сізде бір изюминка по-любому болады, ол кезде уже энергия по-любому көбейеді, себебі ұнайтын затпен айналысу энергия береді. Ол жерде сен ақша табайын, ойбай деп жанталасып істемейсің да. Оны чисто для кайфа жасайсың. Мысалы, мен чисто для кайфа сурет салған ұнатамын. Ол жерде мен еш нәрсе көрмеймін, білемай уақытың кетуі мүмкін. Бірақ кайфовать етесің, өзің энергияң көтеріледі. Интересный адамда, интересный адам дегеніміз, бұл өзінің өмірі қызық адам, өзінің өмірінде бір нәрсе бар адам, оның энергиясы төмен болуы мүмкін емес. Вот реально мүмкін емес. А вот энергияны өте төмендететін бір зат, жазып алыңыздар, оқимын. Жертвенность деген нәрсе бар да елдерде. Ойбай, мен бүйтіп жатыр, маған қиын, ана-мына. Жертва болуды қою керек. Вот жертва болу, бұл вибрацияны өте қатты құлатады. Бұл бітті энергия жоқ деген сөз. Ол жерде өсу жоқ, ол жерде даму жоқ, ол жерде алға жүру болмайды. Потому что оның барлығы бір төменгі вибрацияларға сүйрейді. Түсінікті деп ойлаймын, иә? Так, есіме түссе қалайда, мен өзім ән айтып жүрген ұнайды, солай айта берем күнде үйде, бірақ көпшілікте айта алмаймын дейді. Мен адамдармен отырғанда айта алмаймын әнді дейді. Бұл бір барьер, бір блок шығар негізі сіздерде. Адаммен айта алмасаңыз, бірінші өзіңіз барып айтып көріңіз ол караокеге. Потом адамдардың білмеймін 2-3 құрбыңызбен барған кезде айтып көріңіз. Потом уже үлкен кругта деген сияқты. Менің өзім
бүйтіп жүргенде ән айтқан мен тоже клубта вообще айтпайтынмын. Мен караоке дегенде үндемей отыратынмын. Хотя менің құрбыларым бәрі караокеден шықпайтын сондай жындылар болатын. Бірақ мен ол кезде просто чисто билеймін, отырып сөйтіп қайтатынмын. Айту менің дауысым жаман деп айтатын сияқты. Менде анау сол сөз қалып кеткен ғой. Но соңғы так осы 2022-де соңғы 3-4 рет барғанымда барлығында айттым, барлығында ашылдым. И даже қазір маған бәрібір кім не айтып жатыр, кім не ойлайды, кім вообще қалай комментировать етеді, ну реально без разницы ше. Я түсінікті дейді. Вот женская энергия сверхъестественный нәрсе емес. Да, көтерудің мен кешегіде практикаларын ертең сіздерге жіберем, и медитация жазып жіберем, Алла қаласа. Просто мен даусымда өз сондай бір өзгерістер болып жатыр, то что мен медитацияны өз даусыммен тыңдағым келмей 2-3 рет жазып көрдік, ұнамады маған, өзіме өтпеді. И сол үшін де қайтадан ертең перезапись жасаймын. Наверное, ертең шығатын шығар деп ойлаймын. Вот женская энергия байланысты тоже өте көп тоже практикалар беріледі. И шексіз бір энергия беретін бір нәрсені айтқым келеді, но бұны мен өзім жасаймын. Бұны тета-хилингтен де алдым деп айтсақ болады, немесе рейки жүйесінен де алдық деп айтсам болады. Ол жақта мынандай бір фраза бар, иә. Бұл аффирмация деуге келмейтін шығар, больше дұға ма, және өзің тәніңді сезіну, иә, бұл да бір практика ретінде. Например, мен бүйтіп жасаймын. Әркіммен әртүрлі, біреу үшін ол вселенной, біреу үшін ол құдай болуы мүмкін, біреу үшін ол қалай айтсақ болады, жаратушы күш болуы мүмкін. Кімнің қандай нәрсеге верасы қатты өтеді, өзіңіздің фразаңызға келтіріп жазсаңыз болады. Но мен сөйтіп айтамын, мысалы маған былай қатты өтеді. Былай ғой, жаратқанның күші көп екен білеміз, оның энергиясы көп екен, оның махаббаты көп екен, прекрасно білеміз да. И мен жиі мынандай нәрсені жасаймын. Когда маған мысалы бір кезде бір плохо болуы мүмкін, я шаршап отырасың, бірдеңе істегің келмей отырады, либо ресурсың жетпей жатқан болуы мүмкін, шамаң келмей жатқан болуы мүмкін. Но сол кезде мен мына нәрсені көп айтамын. Вот жаратқанның шексіз энергиясын шақырамын, немесе қабылдаймын. Вот в данный момент, дәл қазіргі сәтте маға вот Құдайдың шексіз энергиясы керек, немесе шексіз махаббатының энергиясы керек деген кезде мен оны шақырамын, немесе қабылдаймын деген сәтте менің бұл фраза, өзіңізге тоже ыңғайлы фразада ауыстырып алсаңыз болады. Реально көзімді жұмып, ешқандай музыкасыз, ешқандай медитациясыз, просто 5 минут отырсам отырып, тұрсам тұрып, когда как реально сезінемін ше, то что мен жалғыз емеспін, бұл әлемде мен тіреп тұрған жоқ, менде высший сила бар, иә, и мен соның жаратылысым, және одан көмекті аламын да, одан сол ресурсты, энергияны, махаббатты, бәлкім вниманияны алуға болады. И солай аламын деп айтамын да, и я понимаю, блин, типа менімен бірге қазір ше. Мысалы айтамыз ғой, дінде де айтады оны, дін тұрғысынан айтатын болсақ, Құдай бізбен любой жерде, любой моментте бірге, біз вообще жалғыз қалмаймыз, в принципе, бізді көріп тұр, сезіп тұр, тыңдап тұр, естіп тұр деген сияқты. Әрбір сөзіміз уже жазылып жатыр. И осылай айтқан кезде я түсінемін, ол мен қазір реально жанымда, либо жанымда болмаса ішімде екенін түсінемін. И менде бір уже ресурс, уже бір энергия өтіп жатқанын мен сезінемін. Бұл енді тоже сіздің сезіне алу мүмкіншілігіңізге қарай. Сезіне алмасаңыз, визуализировать етсеңіз болады, білмеймін, бір жарықтың келіп сізді қоршап жатқаның деген сияқты. Тоже фантазияларыңызға бар қарай бұл. Я мен де солай тек үйде ғана айтамын, вау дейді. Вот бұл өте қатты маған көмектескен практикалардың бірі. Когда өмірде андай жоқ та, мысалы мен 18 жасымнан бері дейікші, 18 жасқа дейін реально ата-анаңның бәрібір қанша алыс бол, жақын бол, олардың больше заботасында боласың, олар саған қамқорлық танытады, қанатының астында алып жүреді. Но ата-ана өмір бақи біздің жанымызда болмайды, біз прекрасно білеміз да. Олар да кетеді, немесе жігіт сенімен всю жизнь болмауы мүмкін, тіпті тұрмысқа шықсаң да ажырасып кетуі мүмкін, немесе ол жұмыста болуы мүмкін. Но 24/7 маған бүйтіп қарап отырмайды, немесе когда маған плохо болған кезде біреу келіп көмектесе алмауы мүмкін. Но в этой моменте, сондай минут, секунд болған кезде, я понимаю, что я не одна. То, что менде Құдай бар. Даже міне қазір енді Рамазан айы келатыр ғой. Бұл энергия практикумның да мендегі мақсаты осы болды да. Қаншалықты аз адам келсе де беру
мақсат болды да. Вот мен бір 10 адамға осы бір сезімдерді, энергия алудың бір ресурстарын істерге беретін болсам, 10 адам это как минимум 100 есе болып қайтып келетінін мен білемін ше. Потому что қазір менде сондай бір период болып жатыр. И Рамазан айында да осы нәрселерді өте көп жасайтын болсаңыздар, энергия ол кезде бүйтіп качаться ететін, бастапқы уақытта качаться етуі мүмкін, енді бір 2-3 күн чистка жасап, бір үйренісіп кеткенше. И сол моменттердің өзінде бұл нәрсені жасау өте қатты бір ресурс береді. И махаббаттан бітіп қалатын ресурс емес. Біз уже Аллахтың махаббатымен жер әлемге келдік. Аллах қалағаннан кейін, адамдар қалағаннан кейін емес. Себебі біз білеміз, ер мен әйел қанша қаласа да бала болмай жүрген адамдар бар. Мәселе Құдайдың қалауында болып тұр. Значит, Құдай бізді бір белгілі бір махаббатымен, белгілі бір адамдар, яғни ата-ананы таңдау арқылы бізге өмірді берді ше. Егер осылай өмірге келіп тұрса, қалай мен махаббаттан жаратылмадым? Махаббат жоқ менде энергия жоқ, менде женская энергия жоқ, мен өмір сүре алмаймын деген сөзді айту, но по мне кажется, это болмайтын тема, мүмкін емес әңгіме, потому что мен уже махаббаттан жаратылғанымды білемін ше. Менде махаббат бітіп қалады, болмай қалады деген нәрсе мүмкін емес. Вот осындай бір мышленияны алып алатын болсаңыздар, бұлдай бір ойлау жүйесі ой ғой. И реально өте көп жерде спасать етеді да. Даже мен жалғыз қалдым, мені біттім. Менде бұл состояние өте көп болған. Менің құрбыларымның барлығы дерлік тұрмысқа шығып кетті менің жанымда жүргеннен кейін. Достарының барлығы үйленді. Мен өмір бақи біреумен жабысып өмір сүрмейтінді білем. И сол кезде мен айта аламын. Вот, менде Құдай бар, я. Менде Құдайдың шексіз махаббаты бар. И мен қазір соны шақырамын. Маған қазір керек. Немесе мен осыны қабылдаймын. Маған бұл в данный момент ресурс береді, и так далее деген сияқты өзіңізге пайдалансаңыз болады. Бұл в какой-то мере медитация, но осознанный медитация ше. Сондай темада. И вот дальше мен енді сіздердің сұрақтарыңызға жауап бергім келеді. Сіздердің нақты білгілеріңіз келетін болса, вот мына жер түсінбедім, мына жер мынандай менде вопрос туындады десеңіздер, сұрасаңыздар айтып бере аламын. Дальше қиын емес. Так, мен солай айтам, бәрі тұрмыста деген сияқты, а как-то жалғыз қалғандай дейді. Андай ғой, в жизни біз жалғыз емеспіз. Даже жалғызбын деген чувство келген кезде қарасаңыз болады, блин, ата-анасыз реально жалғыз жүрген адамдар бар. Но реально аяуға болатындай да, немесе мүлдем досы жоқ, танысы жоқ, туысы жоқ адамдар бар. Мүмкін ондай адамдар да. И олар реально жалғыз әлемде. Мен жетім қаншама баланы білем. Олар жалғызбын деп налғи алады, но олар түсінеді да. Оны жаратқанынша, яғни Құдай жаратқан прекрасно біледі да. И жалғызбын деген нәрсені айта бермейді. Так, мен сияқты тек өзім шықпаған дейді. Сіз жіберген аудиопрактикалар қанша уақыт жасау керек, сол жерін түсінбедім дейді. Аудиопрактикалар белгілі бір күні деген жоқ. Жаңа айттым ең басында, мен алдыңғы эфирде айтылдым ғой деймін. Біз 3 күн очищение, 7 күн наполнение деп бердім, я. Әркім әртүрлі. Мысалы, қазір негатив болып жатыр ма өміріңізде? Реально, мысалы, білмеймін. Бір адам қайтыс болуы мүмкін, ауыр бір ситуация болуы мүмкін, реальності депрессияк болып жатыр, жігітіңізбен айырылыстыңыз, жұмыстан шығып қалдыңыз, басыңызда кредит, в данный момент ойлап тұрсыз, депрессияк болып жатқан кезде наполнение жасай алмайсыз, ол кезде чистка жасайсыз, яғни энергияны тазалауды жасаймыз. Қай практика жаныңызға жақын келіп тұр, сол практикамен алып, өзіңізді тазалайсыз, жасайсыз, я, орындайсыз. И наполнениеға кірсеміз. Бір 2-3 күн чистка жасасаңыз, одан кейін қалған күндер уже наполнение жасайсыз. Маған қазір энергия, ресурс керек деген сәтте жасау керек та бұны. Да, бастапқы уақытта күнде жасауға болады. Но потом бір толысасыз ғой, өзіңіз түсінесіз, толғаныңызды, полный болғаныңыз сезінген кезде можно қалаған уақытта жасауға. Айтып тұрмын, мен уже қазір андай энергиям жетіспегенде, шаршағанда, бір нәрсені істей алмай жатқан кезде, я уже не могу, мен болды, бұны көтере алмаймын.
мен вообще уже фантазиям жоқ деген кездің өзінде мен сөйтіп энергия аламын. Мен қайтадан тұруға ресурсты сөйтіп аламын да қазір. Бір нәрсені істей алмайтсам, күшім жетпей жатса, сөйтіп аламын ресурсты, практикаларды орындау арқылы. Бұл просто природаға шығу, бізге үлкен беріп қойған ресурс табиғатшы. Тауға бару, суға бару, жай ғана далаға шығу, жай ғана ағаштың жанына барып отыру, тірі организмдерді сезіну бізге энергия береді. Так, олардан қалып қойдым ба, уақытымда кетті ма деп, тек тұрмыс емес, сабақта да жетістікке де деп. Может, ол салыстырма өзге мән деп. Еш нәрсе кешігіп жатқан жоқ, еш нәрсе асығып жатқан жоқ. Осы нәрсені айтайыншы, әр нәрсе өзінің уақытында болып жатыр. Салыстыру просто бір мышление деңгейінде керек болмаса, жай ғана ой деңгейінде бір алға жүруге мотивация үшін ғана керек болмаса, хатта өзіммен құрып бір салыстырғаннан бір нәрсе өзгеріп кетпейді. Біз қанша біреу ерте тұрмысқа шығып кетті деп, мен бүйтуім керек деп жарысып, олармен салыстырмалы тұрғыда шығатын болсақ, яғни өзіміз жақсы көрмей, өзіміз сол нәрсеге дайын болмай кетсек, ол нәрседен қайтуымыз да өте тез. Қазір ажырасу өте көп, және бұл алдағы 5-6 жылда одан сайын көбейетін әңгіме. Не только бір жынысты некелер көбейеді, бізде ажырасу көбейеді, балалардың екі жақты семьясы болады, енді тек қана ата-анасы, яғни ажырасқаннан кейін олар да отбасын құрады бәрібір. Екі отбасыдан болады, раздвоение личности болады, өте көп нәрселер күтіп жатыр негізі бізді. Сол үшін де осознанно болу керек, осознанный подход керек бұл жерде. Андай жоқ та, біреу жетістікке жетті екен деп мен қайғырып жатқанда мен жетістікке жетпеймін. Анау оқып күшті болып кетті. Мен де қызығамын, например, реально қызғанышпен деп жетпей қалым салыстыру емес. Мысалы, Оксфордта оқыған, Гарвардта оқыған адамдар бар, немесе қазір менімен құрдас жасы 23-24-тегі қыздардың жасап жатқан әрекеттері, проекттері, бір бастарына, білмеймін, 100 мың, 150 миллион оборот жасайтын компаниялар бар екен көрген кезде, реально, қызғаныштан бұрын восхищение жүреді менде ше. Капец, круто, да то, что олар жасай алып жатыр. Демек, я тоже смогу. Демек, мен де бұны жасай аламын. Демек, бұл менің де қолымнан келеді деген нәрсе болғаны жақсы сияқты. Салыстыра беру, бұл андайда тоже Құдайдың өзінің расписаниесі, божественный расписание деген нәрсе бар. Біз қанша жанталасайық, мысалы мен өзімнен білемін, 2021 мен өте қатты жанталаспен өткен жыл болды мен үшін. Бір нәрселерге ұмтылдым, но мен қанша ұмтылсам да, Құдай вообще асыққан жоқшы. Реально асықпайды да, оның өзіндік бір расписаниесі бар. Енді бұл Құдайға сілтеп тастап жауапкершілік күтіп отыруымыз, әрине әрекетін қылтасың, амалын жасайсың. Но өміріңізде болып жатқан любой ситуация өз уақытында болып жатыр, өзінің ретімен болып жатыр. Кеште емес, ертеде емес. Біреу 20-сында бағы ашылып тұрмысқа шығатын шығар, біреу 40-ында, біреу 30-ында. Әркімге өмір сонысымен қызықта, егер барлығымызға бірдей тағдыр жазылатын болса, в принципе, өмір сүру қызық болмайды. Біз әртүрлі өмірді қараймыз, әртүрлі адамдарды көреміз, и сонысымен вкусно ше. Так, менің подругам тұрмысқа шығып кетті, екіншісі скоро, бірақ мен қазір даже отношения қаламаймын. 20 жасымда соны түсінгеніме кейде жыным келеді дейді. Отношения қаламаймын. Наверное, сондай бір период шығар. В данный момент сізге керек емес. В данный момент отношенияны қалау деген нәрсе болмайды. Негізі қалап құрылған отношениядан гөрі неожиданно дейді ғой. Күтпеген жерден, күтпеген адаммен жолығу, плотта мен чисто өзімнің практикамын айтайын. Мен отношенияны қалап жүрген кезде сөйлескен адамнан барлық ресурс беретін адамдар емес, соратын адамдар болды. Потому что мен өзім токсичностьтан барып тұрмын ол нәрсеге. Маған керек, маған беріңдер, маған махаббат керек, маған внимание керек деген позициядан барған жерден маған ешкім ештеңе бере алмайды. Ол жерде де ол сондай адам жолығады. Даже менің противоположный пол жолыққан адам менің айнам. Мен ол кісіден өзімді көремін. Болды. Ал екінші нәрсе бар. Сен когда өзің цельный личность боласың, толық боласың, сен өмірің насыщенный болып жатады. И тут бац, сен өміріңде біреу адам пайда болады да, нежданчик, сен күтпегенсің, дайындалмағансың сен адамға ше. Примерно андай ғой, сен макияжыңды жағып, көйлегіңді киіп күтпегенсің ол адам. Ол просто атып кіріп кетті өміріңе. Деп қарайсың. Вот это
бір қызық историяның басталуы, біреу үшін бір некенің басталуы болуы мүмкін. Махаббатты тек некемен шектеп тастамаңыздаршы, осы нәрсені айтқым келеді. Тек некемен ғана болмайды махаббат. Некеден кейін мүлдем басқаша өмір басталады. Көп адам ойлайды ғой, қазір жүрген кезде бүйтіп күшті болып жетті, отбасын құрсам одан сайын күшті болып кетеді деген сияқты. Ол кезде уже басқаша бір стадия басталады отношения. Дамуды, өзгеруді қолға алған ма дейді. 21 жас кеш емес, жаным ау, бұл наоборот самый раз ғой. Но представьте, енді бұл тоже салыстырып біреудің счетына өзіңізді көтеру мақсатында емес, просто салыстырмалы тұрғыда тоже көру. 40 жаста, менде 50 жастағы апалар болды, 60-тағы кісілер болды. Олар енді бастап жатыр. И они не думают, что мен 60 жыл өмірім бекер кетті демейді. Өмірім енді басталатыр дейді да. Яғни қалған мейлі ол 10 жылы қалсын, енді оны сапалы өткізу уақыты бар. Біз адамдар қалаймыз, қалай айтсақ болады, бір адамдар вообще бұны түсінбей кетеді, осознанность не екенін білмей кетеді, өмірін как попало сүріп кетеді. Менде де айналамда адамдар бар ғой, туыстарым бар, басқалар бар. Мен просто наблюдать етемін да, и сонда айтамын да, 70 жыл өмірін зарлаумен өткізген адамдар, понимаете, нытье дейді ғой, анау жоқ, мынау жоқ, анау жаман, мынау жаман, ауырайын деп жатырмын, өлейін деп жатырмын деген манипуляциялармен, біреуді шағыстырумен, өсекпен, өмірі чист сондаймен өткен адамдарды білем да. Оның қасында, хоть 20 жасында, хоть 40 жасында, хоть 50 жасында осознать етіп өмірін қолға алып, соңғы, білмеймін, даже 5 күннің качествосын өткізіп кетсе де, ана өмірге барған кезде, блин, Құдайдың алдында сөйлей алатын сияқтысың. Әйтеуір мен өмірімнің ең болмады 5 күннің нормально өткіздім, ең болмады 1 күннің күшті өткіздім деп айта алатындайша. Ондай 4 күн бұрын бірақ бір нәрсе жібермейді, как-то сыйластықпен шектеледі дейді, отношения. Тақтай тұрмыстан айтты, ондай 4 күн бұрын бірақ бір нәрсе жібермейді. 4 күн бұрын не болды ма, түсінбедім, сөйлемге түсінбедім жалпы. Сол үшін де әр нәрсе өз уақытында болып жатыр. И ақпарат аз болып қалды, көп болып қалды дейтін нәрсе жоқ. Әркімге керек ақпарат, керек сөздер, керек нәрселер жүреді. Мен сол нәрсені өте көп сеземін. Даже аудиторияның өзінен де бір нәрсе ойын сұраған кезде, либо бір нәрсе бір әңгіме айтқан кезде, сенің естуің керек сөзді айтып береді да. Саған четко подтверждение береді. Әлем осылай жұмыс жасайды. Неғұрлым ашыласыздар, неғұрлым сенесіздер и довольны боласыздар өмірге, соғұрлым барлық каналдар мен ресурстар ашылады. Ер адамға сен түріңде, қайтып киінгеніңде, ол сыртқы фактор да, бастап уақытта бүйтіп акцент қою мүмкін. Но ішінде дым жоқ болса, беретін. Естественно, сондай ер азамат тартасың, пустой ер азаматты. Либо отношения жоқ, маған андай достойны жігіт кездеспей жатыр деп сөйтіп айтады ғой. Просто ол достойны деген нәрсеге өзің достойны болмау мүмкінсің. Параметрді қарап көрсеңіз, тут маған андай жігіт керек, осындай жұмыс жасайтын, осынша ақша табатын, осылай киінетін, осылай жүретін. Просто өзіңізге қарап көрсеңіз, мен осылай жүрмін ба? Мен өзім осыны істеп жатырмын ба? Мен өзім спортпен айналысып жатырмын ба? Мен өзім киініп жатырмын ба? Мен өзім осылай сөйлеп жүрмін бе? Мәдениеттім бе? Немесе мен тіпті өзіме осындай уважение жасап жатырмын ба деп ше. Егер ол нәрсе болмаса, оны екінші тарап істемейді. Бізде мына жақта өзімізге сол забота, айтып тұрмын ғой, тәнімізге неғұрлым қатты мән беретін болсақ, ол жаққа көп вложение жасасақ, басқа адамдар да оған вложение жасауға дайын болады. Сен өзіңе қарай бастасаң, басқа адамдар да саған қарайды. И жақсы нәрсені беруге тырысады. Что мы излучаем, то и получаем в жизни. Егер мен өзіме андай сарандық танытып, бір жымот танып, аяп, ақша жұмсағым келмей, либо ақша не үшін тауып жатыр онда деймін да мен, егер өзімізге жұмсамасақ, сонда оны арғы дүниеге алып кетпейсің, оны осы өмірде ғана пайдалана аламыз. Осы нәрсені өзімізге жарата алмай жатсақ,
неге мен еркектің маған подарка бергенін, неге маған ер адамның көңіл бөлгенін, гүл бергенін қалаймын деймін да. Женский энергияны көтеретін бір тема осы гүл айтпақшы. Өзіңізге өзіңіз гүл сыйлау, гүл отырғызу, гүлді баптау. Вот это энергия көтеретін тема. Потому что гүлмен қыздың, әйелдің существосында ұқсастықтар өте көп. Так, 22 жасымда көп нәрсені түсініп, білім алуға ұмтылғаныма қуанамын. Жаңа ғана айттыңыз ғой, біреуден бер деп емес, еркін түрде жігітпен сөйлесу болды, махаббат сезім бере алдық. Менің ойым, онымен елестеткенім, сол адам оның тарапынан барынша салды, екі тараптан да болды. Менің онымен елестеткен сол адам оның тарапынан барынша жасалды, екі тараптан да болды. И дальше что сонда? Машина әңгімені түсінбей отырмын. Бір нәрсе жібермейді, сыйластықпен шектеледі десе де, оның бойы кішкентай, мен бойым кішкене томпақ болғым келіп кетті. Но ол емес, арғы жағы басқа нәрсе жібермейді дейді. Не жібермейді? Андай да, негізі бір родственный душа болса, сен прекрасно білесің, білген адам менікі екенін по-любому сен сезесің. Да, онымен ұзақ уақыт болмауы мүмкін, но вкусный моменттер болуы мүмкін. Мысалы, мен 6 жылдық отношениямда бір 10-15 жылдық семейный отношенияның құндылықтарын біз сіңіріп алдық екеумізде. Қазір ол кісі отбасын құрды, я думаю, ол отбасына уже бере алатын мынандай ресурсы мен энергиясы менен алған жестко опыты бар, ол оны әйеліне бере алады деп ше. Ну, егер енді по любви үйренген болса, ол жағын білмедім енді, ол жағын қалай екен. Сондай болатын болса, онда ол кісі бере алады. Также мен де мысалы 10-15 жылдық бір опытты алып кеттім. Немесе сен бір адаммен 1 ай, 2 ай сөйлесесің, бәлкім жүрмеуің де мүмкін ол адаммен. Но ол адамның өзін өте көп бір осознание аласың, сабақ аласың. Түсіндіре алмай жатыр, ренжімеңізші дейді. Жоқ, примерно түсіндім да, сізді қандай ғой. Бір шекара бар, стена тұр, одан аса алмай тұрсыз да. Ол нәрсе надо, не надо, ол менің адам емес деген сияқты. Кішкене асығудың қажеті жоқ сияқты. Сразу бізде андай ғой. Үйленіп алу керек, жүріп алу керек. Мен мысалы, жігіт сразу, мен серьезно ойым бар, мен үйленуім керек десе, мен наоборот қашамын. Мен реально сондай нәрседен қашамын. Не серьезныймын десе, уже маған кішкене қызықтылау, потому что там есть что-то обсуждать. Серьезно жүру, немесе мен үйленетін ойым бар, мен тек үйленіп алайын деп едім десе, ода бір потребность бар. Демек, ол ухаживать етуге, ол ложиться етуге дайын емес. Оған бесплатно, білмеймін, повар керек, бесплатно, білмеймін, жағдайын жасайтын адам керек, немесе срочно, білмеймін, ата-анасы үйленуге мәжбүрлеп жатыр. Но там не цельность, яғни айтады ғой, толық тұлға емес, бір нәрсені іздеп келе жатыр да ол адам. Мен сразу үйленем деген адамдардан қашам. Менде болған ондай опыттар. Бір-екі кездесуден ұсыныс жасап тастаған кезде нет деген мен. Но сол жүрмедік, Алматыдан жолықтық, таныстымыз 10 жылда, но осы кездесу мықты болды, прям тауда әңгімелесімен өтті да дейді. Ожидание қоймаңызшы, андай ғой, бір проектке, адамға, достыққа қатты ожидание беріп тастасақ, ол ожиданиеміз реальность болып қалады да, көп күтіп қоямыз да, и ол күткенімізде орнына фантазия жасап тастаймыз. Әйелдер фантазиямен ұрып тастаймыз, шыныңыз қыздар. И болмайды ол нәрсе. Қандай нәрсе қатты фокус қойып, сол жерде уже мынау болса екен күтіп тұрамыз, ол нәрсе болмайды. Бұл да бір сенім, бұл Құдайға доверять етіп тапсырып тастау тағы да осы нәрсеге келеді. Яғни маған қайырлы болса, ол по-любому ол отношение болады. Маған қайырлы болмаса, болды, ол отношение бітеді. Мен хоть тырысайын, жылайын, мына жерде истерика жасайын, білмеймін, 10 балам болсын, ұстап тұра алмайды оны ешкім. Немесе бұл ақшада, например, мен жыртылайын, таңертең кешке жұмыс жасайын, болмайды, по-любому болмайтын дүние. И сондай да фокусты қатты қойып алып, бір адамға тіреліп алып, болды, мен осы адаммен осындай етем, бұл менің жан подругам дегендер ертеңгі күні ажырасып кетеді ғой. Бір-бірін жек көріп, бір-бірін жамандап жүреді. Немесе бұл менің ең жақын, білмеймін, досым, либо
жігіті мен бұны өлгенше жақсы көрем, бүйткен сөйткен деген адамдар тез кетіп қалады да. Неге? Себебі адамды Алладан тағы да жоғары қоймау керек те. Біз фокусты бір адамға қойып аламыз да отырамыз, содан күтіп болса екен қашан болады. Өз өміріңізбен заниматься етіңіз, ол адамға да өмір сүріңіз да, өмір сүруге бір пространство қалдырыңыз да. Біз жан таласып ана адамға жармасып аламыз, ана адам физически емес, но ментально поляда, яғни энергетикалық тұрғыдан ауа бармай қалады сіздің қасыңызда, деп демала алмай тұрған сияқты болады. Ол жерден қашады ол, потому что неге оған ауа керек, оған өмір сүру керек қой. Ол өлім деген бір вибрация ойнай бастайды. Ол неосознанно өзі қашып кете бастайды. Сол үшін де ауа беріңіздерші. Мен жақында бір жігітпен сөйлесіп бастадым, іштей басқаша ощущение бар. Ол ауылда тұрады, уже үйленіп тұр, айтады, маған уже қызық емес сияқты. Ну, қызық емес болса болды, қызық емес. Ол айтты, бір нәрсеге қол жеткізіп алайын деп, не нәрсеге, сосын бір белгі келгенде болды, іштей жылап қасқа, уже оның адам емеспін, ол болмайды екен, білмеймін, ауылда тұрғым келмейді.